Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 2 сынып 7 сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жақшалы және жақшасыз өрнек. Сен жақшалы және жақсасыз өрнектердегі амалдардың орындауды үйренесің. Бірінші тапсырма: мысалдарды шығарып, адамгершілік құндылықтардың бірін біліп жүр. Ол үшін өрнектің мәнін табамыз. 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең. 16-шы нөмірдегі Q әрпіне 16-шы нөмір сан Q әрпіне тең. 7 мен 3-дің қосындысынан азайтамыз 9-ды, тең 1-ге. Бұл Q әрпі. 10 мен 8-дің қосындысынан азайтамыз 4-ті. 14-ке тең 14 E әрпі. 18 мен 2-ның айырмасынан азайтамыз 6-ны, тең 10-ға. R-ға тең. 16 мен 10-ның айырмасы 6-ға тең. O-ға тең. 17 мен 5-дің айырмасы 12-ге тең. M-ға тең. Сонда бұл жердегі сөз құрмет деген сөз шықты. Екінші тапсырма: өрнектерді қалай оқиды, мәндерін қалай салыстырады? 16 мен 2-ның айырмасына 3-ті қосамыз. 16 мен 2-ның айырмасына 3-ті қосамыз. Жазуында 6 мен 16-тан 2-ні азайтып, содан соң шыққан санға 3-ті қосу керек. 16 мен 2-ның айырмасы 14-ке тең, 14-ке 3-ті қосқанда 17-ге тең. Ендеше 16 мен 2-ның айырмасына қосамыз 3-ті, тең 17. Нәтижені оқу: 16 мен 2 сандарының айырмасына 3-ті қосқанда 17 шығады. Мұндағы жақшаң белгісі: 16-дан азайтамыз 2 мен 3-дің қосындысы. Өрнегінің мәнін өзің тауып көр. Алдымен жақшаны орындаймыз. 2 мен 3-дің қосындысы 5-ке тең. 16-дан 5-ті азайтқанда 11-ге тең. Жақшасы бар өрнектер алдымен жақша ішіндегі амал орындалады. Екінші тапсырма: амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді оқы, мәндерін тап. 50 мен 20-ның қосындысынан азайтамыз 60-ты. Ең бірінші жақшаның іші орындалады. 50 мен 20-ның қосындысы 70-ке тең. 70-тен 60-ты азайтқанда 10-ға тең. 9-дан азайтамыз 10 мен 3-дің айырмасын. Бірінші жақшаның іші орындалады. 10 мен 3-дің айырмасы 7-ге тең. 9-дан 7-ні азайтқанда 2-ке тең. 10-нан азайтамыз 8 мен 1-дің қосындысын. Жақшаны орындап аламыз. 8 мен 1-дің қосындысы 9-ға тең. 10-нан 9-ды азайтқанда 1-ге тең. 17-ден азайтамыз 4 мен 3-дің қосындысын. 4 мен 3-дің қосындысы 7-ге тең. 17-ден 7-ні алғанда 10-ға тең. Төртінші: мына таңбаның орнына тиісті амалдар таңбасын қой. 5 мен 3-дің айырмасына қосамыз 2-ні, тең 4-ке. 7 мен 2-ның айырмасынан аламыз 5-ті, тең 0-ге. 10 мен 1-дің қосындысынан азайтамыз 1-ді, тең 10-ға. 10 мен 7-ның айырмасына қосамыз 6-ны, тең 9-ға. 5-ші есептерді шығар. Диқаншылардың құрметіне арналған концертке 15 қыз және одан 4-теуі кем ұл қатысты. Концертке неше ұл қатысты? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Қыз 15, ұл белгісіз. Қыздан 4-теуі кем. Шешуі: 15 мен 4-дің айырмасы 11-ге тең. Жауабы: концертке 11 ұл қатысты. 6-шы тапсырма: өрнектердің мәнін тап. 8-ден азайтамыз 9 мен 5-дің айырмасы. Алдымен жақшаны орындаймыз. 9 мен 5-дің айырмасы 4-ке тең. 8-ден 4-ті азайтқанда 4-ке тең. 19 мен 5-дің айырмасына қосамыз 2-ні. 19 мен 5-дің айырмасы 14-ке тең. 14-ке 2-ні қосқанда 16-ға тең. 15 мен 2-ның қосындысынан азайтамыз 4-ті, тең 13-ке. Ойлан тап. Заңдылықты тауып, бос ұяшықтарды толықтыр.
3, 5, 35, 53, 33, 55. 4, 9, 49, 94, 44, 99. 7, 5, 75, 57, 77, 55. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.